Сәлеметсіңдер ме балалар? Әдебиет сабағынан жаңа бөлімді бастаймыз. Мәңгілік ел бөлімінде біз сіздермен осы күнгі ақындардың өмірімен, шығармашылығымен танысатын боламыз. Сіздердің назарларыңызды мына ақынға және де ортада отырған тәуелсіздік монументіне, елордамыздың басты символы болған бәйтерекке аударғым келеді. Демек, бүгін біздің сабағымыз осы тақырыптар аясында өрбиді. Сабағымыздың тақырыбы балалар Несіпбек Айтұлының «Бәйтерек» поэмасы. Несіпбек Айтұлы 1950 жылы Шығыс Түркістанның Тарбағатай аймағында туған. Ақын, мемлекеттік сыйлықтың лауреаты, Қазақстанның еңбек сіңірген қайраткері, Парасат орденінің иегері, таңдамалы 7 томдығы Фолиант баспасынан жарық көрген эпик ақын. Еңбек жолын Шұбарта аудандық Жаңа өмір газетінде бастайды. 1974 жылы Қазақ мемлекеттік университетінің журналистика факультетін бітіреді. Міне дәл осы сәттен бастап Несіпбек Айтұлының ақындық, поэзиялық ғұмыры басталады десек те болады. Алғашқы балалық деген өлеңі 1965 жылы Шұбарта аудандық Жаңа өмір газетінде жарияланып, алғашқы топтамасы 1972 жылы Мұқағали Мақатаевтың «Сәт сапар тілеуімен» Лениншіл жас газетінде, алғашқы кітабы 1974 жылы «Қозы көш» деген атпен жарық көрді. Жүректегі жаңғырықтар, әке туралы сыр, жаңбыр әні, түнделеп ұшқан тырналар, рухымның падишасы, Мұқағали желтоқсан, Бәйтерек, балаларға арналған балабақшаға барар жолда, желкілеп өскен құрақтай, күміс күйме атты кітаптары және шығыстың ұлы шайыры Науаидың Ескендір қорғаны, Ләйлі Мәжнүн дастандарын тәржімалап, Игорь жорығы туралы жыр аударма кітаптары шыққан. Түріктің 7 ғасырда өмір сүрген ұлы ақыны Жүніс Емре, Қытайдың көне дәуір ақыны Бо Цзюдің, француз ақыны Радаридің, сондай-ақ Исаковский, Барто, Михалков, Боруздин, тағы да басқа өлеңдерін туған тілімізде сөйлеткен. Ал енді осы Бәйтерек поэмасынан үзінді ұсынамын. Ақмола кеше ғана басқа қала. Айналды Бәйтеректі астанаға. Еміреніп өз анасы емізбесе, сәбиге шайнап берген ас бола ма? Бақытым басымда тұр талай күткен, сеземін келмегенін оңайлықпен. Үзіле жаздап еді өндіршегім, өзекке тепкілеген өгейліктен. Көңілге сәуле құяр сарай нұры, астана, ел тірегі, ел айбыны. Кемері шалқып жатқан Қазақстан, мұхиттың аласұрған көк айдыны, тіршілік түзегінде көркін жаңа, сұрапыл соқпаса екен толқын жара. Армысың азаттықтың астанасы, талпынған арманына еркін қала. Енді сендерге арналған тапсырмаға назар аударыңдар. Шығарманың толық нұсқасын интернеттен оқы. Несіпбек Айтұлының Бәйтерек поэмасы не туралы? Несіпбек Айтұлы бүгінгі қазақ поэзиясының жампозы дегенді қалай түсіндің? Автордың өмірбаяны туралы слайд дайында немесе конспект жаз. Қазір сіздер осы тапсырмаларды орындап, әлеуметтік желідегі WhatsApp-қа, не болмаса күнделік KZ-ге, не болмаса Google Classroom-ге жүктеулеріне болады. Ал балалар, бүгінгі сабағымыз сонымен өз мәресіне жетті. Тапсырмаларды орындап, маған қайта салуларыңызды сұраймын. Назар аударғандарыңызға рахмет.